Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бастауыш сыныпта қазақ тілінен білім беру стандарты бағдарламаларын талдау. Бүгінгі дәрісімізден алатын дағдылармен таныс болсақ, бастауыш сыныпта қазақ тілінде білім беру стандарты, бастауыш сынып қазақ тілін білім беру бағдарламасы. Лекцияның мақсаты мен міндеттеріне келетін болсақ, білімгерлерге бастауыш сыныпта қазақ тілін білім беру стандарты, білім беру бағдарламалары туралы мәліметтер беру. Стандарт түсінігі латын сөзінен келгенде үлгі өлшем деген мағынаны аңдатады. Мұнда білім стандартының мән мағына тұрғыдан сауат білімділіктің мемлекеттік өлшем ретінде қабылданып, қоғамдық мұратқа орайластырылған әрі нақты тұлға мен білім жүйесінің мүмкіндіктерін ескерген, сол мұратқа жету негізгі белгі талап параметр, яғни жиынтығын қамтиды. Білім саласындағы стандарттаудың негізгі нысандары стандарттың құрылымы, оқу жүктемелері мазмұны, көлемі және оқушының дайындау деңгейі, стандарт бойынша белгіленген деңгей, дәрежелер мен талаптар, білім сапасын бағалау мен білімдену процесінің негізгі қырларын сараптаудың мызғымас эталон сипатында қабылданады. Білім стандартының қажеттілігі қоғамдық құбылыс ретінде танылған білім саласындағы түбегейлі өзгерістерге орай туындап отырады. Қазақстан Республикасының егемендігі елдерінің қатарында демократияға, нарықтық қатынастарға, тұлғаның құқығы мен еріктілігіне бетбұрыс білім аймағындағы саясатты қайта қарастырушы жаңаланған заман көзқарасымен түсіну талап етіп отыр. Білім саласының енді ең алдымен жеке тұлғаның рухани қасиеттерін қамтамасыз етуге бет бұрады. Бұл өз кезегінде оқу процесін ұйымдастыру, оқыту формалары мен әдістерін талдау және білім мазмұнын іріктеу істерін көптеген өзгерістер енуіне себепші болады. Стандарттау сонымен бірге білім саласының көптеген жаңашыл қадамдарға байланысты қажетті болып отыр. Атап көрсететін болсақ, ол мектеп оқу процесін жаңа еркін ұйымдастыру формаларынан өту, көптеген мектептерде құқықтық дәрежесін өзгерту, тың оқу жоспарларын енгізу, мектептерде оқу пәндері мен олардың игеру көлемін өз қолмен таңдауы, баламалы оқулықтардың қосылуы, оқыту жаңа технологияларын жасалуы, көп деңгейлі және жүктемелі оқуға өту. Оқу бағдарламасы оқу пәнінің берілетін білім мен игерілетін дағдылардың мазмұны мен көлемі және оқу жылындағы орнын белгілейтін құжат болып табылады. Оқу бағдарламасының түсінікті хатында оқу пәнін оқытудың мақсаты, бағдарламаның құрылымы, оқу материалдарының жүйесі, оқытудың әдістері мен ұйымдастыру формаларының ерекшеліктері көрсетіледі. Сыныптағы және сыныптан тыс оқу жұмыстарының басқа пәндермен байланыстылығы анықталады. Оқу бағдарламасы мына қағидалар негізінде жасалынады. Жас ұрпақ үшін бағдарламаның мазмұны тәрбиелік мәні болу қажет. Оқыту мазмұнының ғылыми тұрғыда келуі, оқу материалдарын оқушылардың жас ерекшеліктеріне және білім дәрежесіне сай жасалынуы, оқытылатын объективті дүние құбылыстар мен оқу пәндерінің арасында табиғи жалғастықты бейнелейтін өзара байланыс ескеріледі. Оқу бағдарламасы мына қағидалардың негізінде жасалынады. Жас ұрпақты үшін бағдарламалардың мазмұны тәрбиелік мәні болуы, оқу мазмұнының ғылыми тұрғыда келуі, оқу материалдарының оқушылардың жас ерекшеліктеріне және білім дәрежесіне сай жасалынуы, оқылатын объективті дүние құбылыстары мен оқу пәндерінің арасындағы табиғи жалғастық бейнелейтін өзара байланысты ескеріледі. Оқу бағдарламасының түрлері. Түбір бағдарламалары мемлекеттік білім стандартының негізінде нақты пән бойынша құрастырылады. Олардың ұсынысы сипатында қабылдауға болады. Оқу жұмысының бағдарламалары оқу түбірі негізінде түзеліп, мектептің педагогикалық кеңесінде, жоғары оқу орнында жетекші кафедрада шешіммен бекиді. Бұл бағдарламада білім стандартының талаптарына сәйкес, сонымен бірге ол нақты оқу орнының мүмкіндіктерін ескерумен жасалынады. Авторлық оқу жоспарларының білім стандартының талаптарының міндетін сақталынады, бірақ оқу материалдарын ұсынудың өзгеше қисыны оқу барысында оқып зерттелінетін құбылыстар мен процестердің авторының талабында өзіндік көзқарастар болуы мүмкін. Мұндай бағдарламалардың көбінде таңдалмалы курстар мен факультативті қолданыста табылады. Білім беру стандартының 11-ші тармағында тіл және әдебиет білім беру саласының пәндерінің мазмұнында Қазақстанның ұлттық мәдениетінің бірлігі мен әртүрлілігі
ұлттық сана сезімнің негізі ретінде мемлекеттік тіл туралы түсініктерін қалыптастыруға, сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша дағдыларын дамытуға бағытталған коммуникативті тәсілдерді қолдану көзделінеді. Тілдік пәндердің мазмұны ойын және танымдық іс-әрекеттер арқылы білім алушылардың бойында тілдерін үйренуге деген қызығушылығы мен оң қатынасын дамытуға, сондай-ақ ақпарат алмасу, тіл материалы ретінде мәтіндермен жұмыс істей білу, фразалар мен сөз орамдарын мәтінін түсіну және олардың нақты жағдайлар кезінде қолдану үшін бастапқы коммуникативті дағдыларын қалыптастыруға бағытталған деп жазылған. Тіл және әдебиет білім беру саласы бойынша бастауыш білім беру аяқталғанда күтілетін нәтижелері: тыңдалым және айтылым бойынша білім алушы әңгімелесудің оқылған немесе тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді және жеткізе алады. Сөйлеушінің көзқарасын жеткізу жолдарын айқындайды, қорытындыларын жасайды, пікірталастың тақырыптарын түсінеді және сөйлеу нормасын сақтай отырып оны талқылауға қатысады. Сөйлеу барысында синонимдерді, антонимдерді, амонимдерді, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді саналы түрде қолданады. Мәнерлік, эмоционалдық реңк құралдары қолдана отырып әңгімелеу және сипаттау мәтіндерінің мазмұны баяндаудың түрлі тәсілдерін пайдаланады. Көркем шығармалардың мазмұны баяндаудың түрлі тәсілдерін қолданады. Тыңдағандарына және оқығандарына қатысты пайымдайды, өз ойымен және эмоциясымен бөліседі. Логикалық дәйектілікті сақтай отырып, өз көзқарасын дәлелдейді. Берілген тақырып пен коммуникативті нұсқауға сәйкес өзара байланысты логикалық тұрғыдан дәйектелген дербес пікір білдіреді. Тілдік қатынастың әртүрлі тәсілдерін қолдана отырып, диалогты қатынасты орнатады. Оқылған тыңдалымды ақпараттың негізінде рухани адамгершілік құндылықтар туралы түсініктерді талдайды. Оқылым бойынша білім алушы халық ауыз әдебиеті мен балалар әдебиеті туындыларын оқиды, кейіпкерлердің мінез-құлықтарын талдайды және іс-әрекеттеріне баға береді. Көркем мәтінде көркем емес мәтіндерден ажыратады. Көркем шығармалардың негізгі идеялары мен композициясын айқындайды. Көркем туындылардың жанрларын айқындайды, өзінің жауабын таңдауында негіздеме береді. Автордың бейнені сомдау үшін қолданған әдеби көркемдеу құралдары айқындайды. Жазушының өз кейіпкерлерінің қатысты туралы қорытынды жасайды. Мәтіндерді белгілі бір оқу түрлері мен стратегиясын қолдана отырып оқиды. Шығармалардағы оқиғалар барысында болжайды. Мәтін түрлерін сипаттау, әңгімелеу, пайымдау айқындайды. Әңгімелерді, өлеңдерді мәнерлеп оқиды, өлеңді мәнерлеп жатқа оқиды. Көркем әдебиет туындыларын адамзаттың ортақ құндылықтарын айқындайды. Жазылым білім алушы тиісті сөздер негізінде түрде іріктей отырып, әртүрлі типте, жанр мен стильде өз мәтінде құрастырып жазады. Меңгерген грамматикалық, пунктуациялық және орфографиялық нормаларға сай жазады. Жеткізуді түрлі тәсілдері: сурет, сызба, кесінді, кестелер қолдана отырып мәтінді жазады. Жазудың гигиеналық және каллиграфиялық дағдыларын сақтайды. Қазақ халқының мәдениетіне, салт-дәстүріне байланысты тақырыптарға өзінің жеке көзқарасын білдіре отырып, шағын мәтіндер құрастырады. Назарларыңызға рахмет.